Саламатсыңдар ма оқушылар? Сендер бүгін математика сабағында бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығаруды үйренетін боласыңдар. Оқушылар, бірінші суретке назар аударайық. Өзендегі су тасу қандай қолайсыз жағдайлар туындатады? Табиғат өзгерістері, су тасқыны туралы және адамдардың табиғат апаттарының алдын алу сақтық іс-шаралары туралы білесіңдер ме? Екінші суретке қараңдар. Жағалауға жақын аудандардың тұрғындары оларды алдын алу үшін қандай шаралар жасайды? Иә, дұрыс айтасыздар. Өзендегі су тасқыны қолайсыз жағдайлар туындатуы мүмкін. Сондықтан жағалауға жақын орналасқан тұрғындар олардың алдын алу үшін түрлі шаралар қолданады. Қазақстан аумағынан қандай өзендер ағып өтетінін білесің бе? Ендеше мына кестеге назар аударайық. Қазақстан аумағынан ағып өтетін өзендердің ұзындығына назар аударайық. Олардың ұзындықтары қандай? Қазақстан аумағы бойынша ағып өтетін ең ұзын өзендерді атаңдар. Өзендердің жалпы ұзындығын 100 километрге дейін дөңгелекте. Диаграмма бойынша өзендердің жалпы ұзындығын салыстыр. Қазақстан аумағы бойынша ағып өтетін ең ұзын Ертіс өзені, ал қысқа Шу өзені екен. Оқушылар, оқулықтағы келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Сел болған жағдайдағы жаттығу жұмысын өткізу үшін балалар стадионға жиналуы тиіс. Арман мен Серік бір уақытта үйлерінен шығып стадионға қарай бет алады. Балалардың үйлерінің ара қашықтығы 200 метр. Арман алысырақ тұрады. Оның жылдамдығы 175 метр минутына. Серік 75 метр минутына жылдамдықпен жүрді. Арман қанша уақыттан кейін Серікті қуып жетеді? Енді сызбаға қарап берілген есепке өрнек құрайық. Есепте не белгілі, не белгісіз, соны анықтап алайық. Арманның жүрген жылдамдығы 175 метр минутына. Серіктің жылдамдығы 75 метр минутына. Екі үйдің ара қашықтығы 200 метр. Бұл есепте не белгісіз? Дұрыс айтасыңдар, уақыт белгісіз. Арман мен Серіктің бір бағытта қуып жету қозғалысы кезінде жақындау жылдамдығын тауып көрейік. Олай болса, алдымен жақындау жылдамдығын тауып аламын. Формуланы есімізге түсіреміз. 175-тен 75-ті азайтамын. 100-ге тең. Содан кейін кездесетін уақытын табамыз. 200 бен 100-дің бөліндісі 2-ге тең. Жауабы: Арман Серікті 2 минуттан кейін қуып жетеді. Өте жақсы балалар. Сендердің жауаптарың осылай шықты деп ойлаймын. Енді оқушылар, үшінші тапсырмадағы сызбаға мұқият қарайық. Оқушылар, бұл есепте не байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Бұл өзара кері есеп. Берілген сызбаға қарап, кері есептер құрастырайық. Екінші дененің жылдамдығын тауып көрейік. Алдымен Арманның үйінен стадионға дейін ара қашықтықты табамыз. Ол үшін 175 пен 2-ның көбейтіндісі
350-ге тең. Енді осы жолдан балалардың үйлерінің ара қашықтығының айырмасын табамыз. 350-ден 200-ді азайтамын. Тең болады 150 метр. Содан кейін екінші баланың жүрген жылдамдығын табамыз. 150 мен 2-ның бөліндісі 75-ге тең. Жауабы: Серік 75 метр минутына жылдамдықпен жүрген. Тамаша, өткен тақырыптарды жақсы меңгергеніңді байқаттың. Енді оқушылар ережеге назар аударамыз. Екі дененің қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығаруға болады. Ол үшін бірінші есепті мұқият оқып, қозғалыстағы денелердің әрқайсысына қатысты не белгілі екендігін анықта. Ара қашықтық, жылдамдық, уақыт. 2. Қозғалушылардың әрқайсысының қозғалыс бағытын анықта. Қажет болған жағдайда теңдеу құрғанға дейін барлық шамаларды бірдей өлшем бірліктеріне келтір. 4. Нені табу керектігін анықтап, оны X-пен белгіле. 5. Есепте берілген барлық мәліметтерді пайдаланып, теңдеу жаз. Теңдеуді шеш және тексер. Осы ережені пайдалана отырып, балалар, номер 4-ші тапсырмаға теңдеу құрып шығарайық. Серіктің жылдамдығы V2 X болсын дейік. 175 пен X-тің айырмасы бір бағытта қуып жету қозғалысының жылдамдығы. 175 пен X-тің айырмасын 2-ге көбейту Арман мен Серіктің бастапқы ара қашықтығы. Сонымен күрделі теңдеуді құрамын, ықшамдап жай теңдеуге айналдырамын. 175 пен X-тің айырмасы 100-ге тең. X-ті табу үшін 175-тен 100-ді азайтамын. X-тің түбірі 75-ге тең. Тексеремін. 175 пен 75-тің айырмасы 100-ге тең. 100 бен 2-ның көбейтіндісі 200. 200 200-ге тең. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен, оқушылар, бүгін сабағымызда бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығаруды үйрендіңдер. Бүгінгі сабақтан алған әсерімізді жетістік баспалдағы арқылы өзіміз бағалап жіберейік. Үйге тапсырма 28-ші беттегі номер 9-ды орында. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет айтамын. Сау болыңдар.